Құрметті менің көрермендерім, бүгін мен аджика жасайын деп жатырмын. Мынандай тәтті ашты бұрыштан 5-6 ау салдым. Содан кейін полугоркидан 5 штук, 2,5 келі тәтті бұрышты тазаладым. Одан кейін 1 килограмм помидор, одан кейін 5 бас чеснок. Қазір барлығын ет тартқыш мәшинеден өткізгелі жатырмын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Бұл соус енді аджика. Бұны нанмен қарын ашып келген кезде нанмен жесе де болады. Өз басым осыны керемет жақсы көрем. Осыны көп жасаймын. Енді керемет болады. Қазір 200 грамм майға осыны қуыратын боламыз. Ендеше арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Менің енді тегенеме көңіл аудармаңыздар. Қазір бәрі жазады. Ойбай, тегенені қара деп. 200 грамм май. Ол тегенеге қарамаңыздар, онда тұрған түкті жоқ. Ол еңбектің тегенесі, ол Советский Союз апамның көзі. Сондықтан ол тегене маған өте ыстық. Енді міне қазір мен газды әлі қоспаймын. Құйып қойдым майды. Міне мен алғашқы бұрышымды салдым. Бұрыш бәрі бірақ араластырып қазір қайнататын боламын. Құрметті менің көрермендерім, міне майға мен жаңағы тартылған нәрселерді салдым. Сосын міне осындай ашты бұрышты саламын. Біз өзі жалпы аштыны жақсы көретін отбасымыз. Одан кейін енді тұзымды да салып тастайын бірден. Енді қайсысын қаншадан салғанын описание бөліміне жазатын боламын. Әзірге жұмыс барысы осылай болып жатыр. Банкілерімді жуып тазалап стерилизовать етіп қойдым. Негізі мен любой банканы стерилизовать етпей уксуспенен де шайқап қоя берем. Сондықтан банканы стерилизовать ету де аса қатты бір шаруаны қажет етпейді. Қазір бір бұрқ еткіземіз. Менің аджикамның түрі осындай болды. Енді бізде тәтті бұрыш жасыл болғандықтан түрі осындай болып тұр. Егер қызыл болса, оның түрі мүлдем басқа болады. Мәселе түрінде емес, мәселе ол тамақтың дәмінде. Енді мен бір кішкене ғана қазір қайнатамды өшіремін. Банкіге салатын боламын. Ал қаншадан қанша қосқаным туралы описание бөліміне қалдырамын. Құрметті менің көрермендерім, бұл аджика. Нанға жағып жей берсеңіздер де болады. Дәмі керемет болды. Қанша нәрседен қанша керек екенін описание бөліміне қалдыратын боламын. Менің пайдалы кеңестер аккаунтымнан пайда алатындарыңыз міндетті түрде. Сондықтан мені қолдап жүріңіздер.